Төлебилік оқушылар жаһандық аламан додада Қазақстанның мерейін үстем етіп қайтты. ақш-тың Хьюстон қаласында өткен робототехникадан әлемдік бәсекеде 110 мемлекеттен қатысқан мықты командалар өз арасынға түскен. Аталған жарыста елдің намысын қорғаған шәкірттерін жерлестері шойын жолда күтіп алды. Халықаралық байқауда жүлдегер атанған жас өрендерді мектеп ұжымы мен ата-аналары сән салтанатпен қарсы алды. Жалпы әлемдік жарысқа Қазақстанның атынан 225 оқушыдан құралған делегация қатысқан. Соның ішінде Түркістан облысынан барған Төле би ауданының мамандандырылған мектеп-интернатының шәкірттері First Lego League Challenge категориясы бойынша әлемнің топ 5 қатарына енді. Сондай-ақ Champions Award финалисті атанып, жүлделі екінші орында жеңіп алған. Инновациялық жобамыздың тақырыбы ол үңгірді қауіпсіз зерттейтін робот болған болатын. Жалпы осы жылғы тақырып First Lego League Challenge санаты бойынша тақырып Unearthed болған болатын, яғни ол археологияға байланысты. Біз археологияға байланысты бір проблеманы шешу керек болдық, және біз таңдап алған проблема ол үңгірдің ішіндегі қауіпті факторларды анықтау. Біздің жобамыз үңгірдің ішіне бірінші кіріп, ондағы CO2-ні, қысымды, температураны және құлау қаупін анықтайды. Осы проблемаларды негізге ала отырып, біз өз жобамызды жасап шыққан болатынбыз. Жалпы біздің команда жақында Астанада өткен әлем техфест байқауында 7 мемлекет 5-мыңнан астам қатысушы қатысқан жарыста чемпион атанып, еліміздің намысын әлемдік аренада қорғауға мүмкіндік алған болатын. Және де ақш-тың Хьюстон қаласында өткен чемпионатта еліміздің намысын жоғары деңгейде қорғап, әлемнің үздік топ 5 команда қатарына еніп, Champions Award Finalist жүлдесін жеңіп алған болатынбыз. Жарыс Техас штатындағы Джордж Браун конгресс орталығында өтіп, әлемнің түкпір-түкпірінен келген 10-16 жас аралығындағы 50 мыңнан астам қатысушыны бір арнаға тоғыстырды. Ауқымды дода барысында оқушылар 4 кезең бойынша өзара сынға түскен. 4 күнге созылған дүбірлі жарыстың қорытындысы бойынша Төле би дарын командасы барлық санатта жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Енді бұл жарыс бізге оңайлықпен келген жоқ. Табандылық, көп еңбекті қажет етті. 4 жылдан бері осы салада жұмыс жасап келеміз. Осы балдарымыз 7 сыныптан бері дайындалып, осы жарысқа дайындық күшінде болатын. Осы дайындықтың арқасында жүйелі, толық дайындықтың арқасында біз екінші осындай орынға жете алдық. Әрине жарыс оңай болған жоқ. Бірнеше мемлекеттер өте мықты дайындықпен келген. Солардың арасында оза шауып екінші орынды алып отырмыз. Негізгі сопернигіміз бізде Испания болды, Барселона. Олар енді бірінші орынға шықты, біз екінші орынға шықтық. Олар 545-ті толық жинап шықты. Бізде кішкене қателіктер болды, екінші орынға түстік. Әрине оның өзі үлкен еңбек талап етті, сондай нәтижеге жетіп отырмыз. Әр ел өзінің құндылығын көрсетеді. Сол жерде біздің ел бірінші күннен бастап киімінің құндылығын көрсете білді, өзінің топтың құндылығын көрсете білді, топтық ұжымдық жұмысты көрсете білді, және басқа топтарға көмектесу барысында жоғары бағаланып, осындай нәтижеге жетті. Бүгінде оқушылардың жетістігі тек мектеп ұжымын ғана емес, ата-аналарды да зор қуанышқа бөлеп отыр. Төле би дарын командасының мүшесі Каусар Қалаубекованың анасы да қызының бүгінгі жетістігі отбасы үшін үлкен мәртебе екенін айтып, жүрек жарды лебізін білдірді. Өзі жас кезінен бастап, кішкентай кезінен бастап, көптеген қоғамдық жарыстарға, олимпиадалары, оның ішінде аудандық, облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып келіп жатты. Енді бүгінгі жеңісі үлкен дәрежедегі көлемдегі жеңіс болуда. Өзінің қызымның алғырлығымен, талаптылығымен, зергерлігімен осындай дәрежеге жетуде. 7-ші класстан бастап осы жарысқа келді. Содан кейінгі бүгін міне шүкір өзі нүктесін қойып отыр. Айгерім Абдоллақызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.